15 күн осындай үйде өмір сүреді екен. 5 жұлдызды қонақ үйде осылай 15 күн. Жәкеңдер бұлай сойды би нәрселер істейді. Бәрі жақсы. Very good. Nice. Сәлем достар, сәлем YouTube, сәлем менің каналымның жазылушылары, көрермендері. Сіздермен бірге Jack's Rap Mind. Жаңа видеода қауышқаныма қатты қуаныштымын. Көп уақыт болды видеолар шығармадым, себебі мен жұмыс жасадым, яғни қамқорлықшы жұмыс жасадым. Сол біраз аймақтарда, біраз жерде болдым, сол жерде жұмыс жасадым. Содан бір айдай видео шығармадым. Осы видеоны мен арнайы түсіріп отырмын, себебі мен Тұлбаның бір жеріне келіп, осындай қамқорлықшы болып жұмыс істеп жатырмын. Сол осындай бір әдемі бір кең дала, кең жазық бір сондай жерге келіп жатырмын. Сондықтан бұл жерде жалпы қандай қызықтар болады, қандай үйде тұрып жатырмыз, қандай тамақ ішеміз, жұмыс қалай жүріп жатыр, соның бәрін көрсететін болам. Сонымен құрметті менің каналымның, құрметті менің блогымды тамашалаушылар, біздің 15 күн өмір сүретін үйіміздің іші осындай. Мұнда пеш, төбені көрдіңіздер ма? Бір жайсыз сондай атмосфера екен. Мұнда төсек, анда төсек. Мен сол мына төсекке жататын болдым. Қасымдағы серіктесім мына төсекке жатады. Осылай мына жерде тамақ ішеді екенбіз. Осындай үйде көріп тұрғандарыңыздай лакшери 5 жұлдызды қонақ үйде осылай 15 күн жұмыс жасайтын боламыз. Негізі мен басында кигіз үй дегенде кәдімгідей бір қазақи, бір моңғол кигіз үйдер болады ғой, бір күшті, бір іші әдемі жиһаздалған. Сондай ма деп ойлап едім. Кигіз үйдің түрі осындай болып қалды. Егерде бір қандай бір жағдаймен бір жауын жауып, жел соғатын болса, мына үйде өмір сүру қиын. Бірақ та енді 15 күн сол қасымдағы бірге қамқорлықшысымен бірге екеуміз ғана 15 күн осы жерде осы айналадағы заттарды қарап, қамқорлықшы жасап жұмыс істейміз. Короче. Сонымен достар, біз орналастық дегенде сол бір аса қатты сондай орналаса қоятындай атмосфера емес. Көріп тұрғандарыңызда ажыртай. Осы төсекте ұйықтап, осы төсекте демалып, сыртқа шығып 15 күн осылай қасымдағы әріптесім, серіктесім екеуміз осылай күнімізді өткізеді екенбіз. Я буруен. Сайқым мен ол. Және қой сеткігітле қуалсач. Ішті кеті. 15 гастыга 15-ге үр гүйцэтгэхээр нэг ихний өдөртөө явж байна. Өдөртөө ирээд байж байна. Маш гоё байна. Агаар гоё байна. Хаалагч. Өтө керемет сондай әдемі. Шынымды айтсам мен осы жаз бойы Тұлба көл деп қане басқа ешқандай жерге бармадым. Сондықтан бұл жұмысым мен үшін кәдімгідей бір демалыс секілді болып жатыр. Соғық суда кәдімгідей аяғым малып, стрессті шығарып, күшті
күшті энергия алып, бетті жуып, кәдімгідей сергіп. Оның үстіне бұл жерде сүлже, яғни байланыс ұстамайды. Сондықтан ешқандай адаммен байланыс алмаймыз, тек қана видео істеп, сондай бір энергия күшті, сондай бір жұмыс жасап жатқан жайтымыз бар. Қасымдағы серіктесім екеуміз. Сол қазір жұмысқа кірісеміз, яғни сол айналадағы, ана үйдегі айналасындағы сол екі техниканы айналып, барлығын тексеріп, және қасындағы керек жабдық, жолға керекті темір терсектердің барлығын санап, санын шығарып, солай нәрсе істейтін боламыз. Шай қайнатып, күшті болып жатқанбыз, не төбеден жаңбыр деген төгіліп жатыр ішін. Үйдің жағдайы осы енді. Найоны вишті. Жарионы керейм шу. Жауын басталып кетті, не істеу керек. Тоқтаусыз жауған жауынның кесірінен үйдің іші су алса дейсің ғой. Жалғыз қабат кигізін өте жоқ, сонымен сен суда қиыншылық болып отырмайық. Достар, көрдіңіздер ма? Кешке көрініс тіпті күшті көрінеді екен. Табиғат десе табиғат. Күшті. Жауын сәл басылыңқырап қалды. Қуанышқа орай. Әйтпесе мына үйде қалай отырамыз деп кәдімгідей уайымдап кеткенсің ғой. Жа, мына мен тамақ келді сол. Ямар қолдың? Қоймықта шүртті қол. Шөйлін бәға мұ? Бән. Осындай тамақ кеп жатыр. Шай қайнатып жеміз қазір. Жақсы достар, сонымен басқа бізе ешқандай қызық жоқ, сол байланыс жоқ, сол жұмыс жасап жатқан. Менің сол қасымдағы 15 күн бойы бірге жұмыс жасап жатқан серіктесімді таныстырайын. Жа, өзіңіз айтып жіберіңіз, таныстырып жіберіңіз. Менің реңктор тэгээд энэ хамгаалагчийн ажил хийж байна. Тиймэрхүү. За, тэгээд осылай енді. Инктор деген кісі 93 ба? 92 жылға менен 8 жас үлкен. За, жұмыс қалай жүріп жатыр? Ажил яг хөө дээр хэвэн тажгүй 50. Байна. За, кеңес айтыңыз. Сіз екеуміз енді 15 күн енді сіз екеуміз бір-біріміз ғана көріп өтеміз ғой енді. Енді дөңгіч 3 күн өтіп жатыр. Алда әлі 12 күн бар. Сашта не ай кетіп жатыр. Яг манаға хийгээд, шаруулаа хийгээд суунда. Жалпы енді табиғат, қырғат, жалпы демалғанға қалай қарайсыз? Жақсы деп ойлаймын. Денсаулыққа жақсы ғой. Ауыл жақсы ғой. Жақсы ауыл. Достар, біз осы жұмысқа, кемпке келгенімізге бүгін мен 3 күн болып жатыр. 3 күн. Ешқандай байланыс жоқ, сүлде жоқ. Сол жаңа тамақ ішіп ап, айналаны бір қарап байқастап сап. Енді біраз ауа жұтып, судың жағасында солай тамағымыз сіңіріп отырмыз. Мына жерге отырып сөйлеймін ғой дейміз.
Міне былай отырамыз. Судың дауысы керемет. Енді сол мына жақтағы үйге барып қыдырып танысып келеміз ба деп ойлап отырмыз. Қазір тамам бекен, 1-2 сағаттан кейін барып қалатын шығармыз. Бірге болыңыздар. Ейо, достар. Қазір сағат кешкі 7. Таудың ең басына шығайын деп кетіп барам. Бұрын соңды осындай нәрселерді ұнатпайтын, шын айтқанда. Бірақ та соңғы кездері қатты ұнатып жүрмін, себебі себебі осындай нәрсеге шығып адам демалып, кәдімгідей ауа жұтып, тыныс алған сайын тірі екенін сезінеді екен. Және де өте күшті қуат алады екен. Мен қазір анау төбеге шығам. Жерден бірталай биіктіктемін. Мысалы, ана үйден біраз биіктіктемін. Осылай күнде тауға шығып, күнде таңертең ауа жұтып, кәдімгідей бір эмоцияны шығарып, бір биястылығы дейді ғой. Солай жасап тұруды әдетке айналдырайын дедім. 15 күн осындай жерде, осындай керемет жерде осылай пайдаланайын деп шештім. Кәдімгідей жер алақандағыдай көрінеді деген сірә осы шығар. Тау, үй, бәрі керемет, бәрі жақсы. Very, very good. Nice. Damn. Енді бұл көңіл күйді сөзбен айтып жеткізу қиын. Бұрын соңды осындай нәрседен неге кайф алмағанымды шынымды айтсам түсінбеймін. Олай болса, достар, бәріміз алға! Ең керемет көріністі, ең керемет кешкі көріністі көру үшін кетіп барам. Түсініңіздер, бұрын соңды кәдімгі бұндай екпінмен тауға шықпағам.
Керемет. Йой. Достар, жекен аз жарғыл, яғни нағыз бақытта сезіну үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Тек қана өзің қалайтын нәрсені жасау керек екен. Биягода әмір энергті, өте энергиялы, қуатын тасып, кәдімгідей күш қуатым. Достар, біз осында келгелі міне 5-ші күн болып жатыр. 5 күннің ішінде кәдімгі бұл жердің қыр-сырын біліп, бұл жерге кәдімгідей үйреніп алдық. Және де кешке салқындау болады. Сондықтан жылы киім киініп алу керек. Және енді міне жауыннан кейінгі көріністі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Енді қырдың аты қыр ғой. Достар, міне осындай біраз кішкене салқын, өте салқын емес, сәл-пәл салқын, жауын жауып тұр, себезгілеп, сондықтан куртка киіп алған дұрыс. Сонымен біз біраз жүріп алып, үйдің қасына келдік, яғни орналасқан жердің. Харудин бәр. Кешкі сағат сомен қалай кешкі көрініс жалпы? Достар, сонымен бағанан бері сол видео түсіріп жүрмін. Біраз видеолар түсіріп тастамасам, кешке қараңғы түсіп кететін болса, ешқандай жарық жоқ бізде, яғни тоқ жоқ. Сондықтан қараңғыда видео өте бір сапасыз шығып қалады. Сондықтан сол түсте видеолар тұстаймыз. Әйтпесе қазір кешке 1-2 сағаттан кейін кеш батып кетеді. Сосын кеш батып кеткеннен кейін ешқандай видео түсіруге қолайсыз болады. Себебі қараңғы, арнайы жарықтар жоқ болғандықтан сол қиын болады. Бұл жерде міне сәкеңдер, мәкеңдер жайылып жатыр. Анарадан өлгейден сол бензин дей ма? Бензин ба, сәлеркім артқан машинаға кетіп барады. Мен сол су жағасына келдім. Су жағасында мінекей сәкеңдер жайылып жүр. Судың дауысы керемет естіліп тұрма білмеймін. Сәкең, мәкеңдер жайылып жүр мына жерде. Бәкеңдер ана жақта жатыр, бұқалар яғни. Бұл сиырлар негізі бақытты сиырлар. Себебі суы қасында, мөлдір суы. Шөпті көріп тұрсыздар өздеріңіз, жап-жасыл. Міне, бақытты сиырлармен бірге
бір видео де. Сол бұл жерде кішкене ерігесің. Себебі интернет байланыс жоқ. Және ешқандай тоқ жоқ. Сонымен қасымдағы серіктесім екеумізден басқа, қасымдағы сол бірге жұмыс жасап жатқан жігіттен басқа ешқандай жігіт жоқ. Әнтек бұл жерге енді мысалға сәкеңдер былай сойылгүй нәрселер істейді. Сәкеңдер мынандай біткен жерге біз жатуымыз да мүмкін, сондықтан сәкеңдер сүймеңіздер де. Кешіріңіздер. Aldın sen sosun böyle ver Flashkı'yı trekter tüver Bırakın ben sen bir sürü stiver Şey vatın esmecer Yersin de yaşa de Ne gideyim ballar barda siliyor Kımbat